Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен үшін өте ерекше күн, себебі мен өзімнің оқырмандарымның көптен бері ұсынып жүрген бір ұсынысын қабылдадым, және ол YouTube жүргізу болды. Осы уақытқа дейін YouTube жүргізуден өте қатты қорқатынмын, ұялатынмын, не себептен екенін білмеймін, бірақ қазіргі таңда мен үшін өте қызық болып кетті, және бір жағынан өзімнің оқырмандарыма неге жақын болмасқа деген ой туындап, YouTube жүргіземін деп шештім. Және бүгінгі бірінші влогымды мен өзімнің анамның туған күніне арнап жасалып жатқан мерейтойдан бастағым келіп жатыр. Бүгінгі тойдың бастан аяқ қалай өтіп жатқанын, қандай атмосфера болатынын барлығын сіздермен бірге бөлісіп отыратын боламын. Қазіргі таңда мен ұйқымнан енді тұрдым, таңғы сағат 10, және салонға барып оянып, дальше мен уже продуктаны мынауға баруым керек. Сол себептен менімен бірге болыңыздар. Барлық қызықты сәттермен мен сіздермен бөлісемін. Мен тірліктерімді бітіріп, енді өзімді ретке келтірейін деп салонға бара жатырмын. Салонға мынандай жағдайда бара жатырмын. Көрген адам мені көшіп бара жатыр ма деп ойлайтын шығар. Бірақ енді осындай күн болғаннан кейін ерекше түрде есте қаларлықтай қылып өткізгім келіп тұр. Сол себептен өзімнен бастайын енді. Сосын уже салонға тойханаға барамын. Сенің бар алмаймын, түсімде көріп аймалаймын, әкейімнен кетпей қойдым. Оянуға, шашымды жасауға мен сәулелі түсқа келген болатынмын. Мен мынандай болды, өзіме қатты ұнап жатыр, өз қалауымды жасады. Енді қазір киімімді ауыстырып тойханаға барамын. Так, тойға дайынбыз. Менің образым мынандай. Мен осындай образ менде. Қазір енді тойханаға қарай шығып жатырмын. Мамам Луковзаде бүгін мынандай образы. Гүл негізмен беретінмін ғой. Просто көріп қойып, енді құшақтап жүр. Осындай болып киінді. Біз тойханаға келдік. Міне осындай шағын 40-50 адамға ғана жасалып жатыр. Және мен өз қолымнан анама арнап мынандай бомбонерка жасаған болатынмын. Өте әдемі, необычный. Дастархан примерно мынандай болды. Тек жақын туыстарға ғана арнап жасалды. Біздің қонақтарға деп арнап алған сыйлықтарымыз. Тойдың ортасына конкурстар кезде табыстайтын боламыз. Қонақтарымыз міне кішкене жайлап жинала бастады. Қонақтарымыз келуде қазіргі уақытта. Мен мамам қонақтарды күтіп әдемі қылып жүр. Маған көмектесуге жібек келді. Мені түсіріп жүретін. Біздің залдың сырты осындай. Былай кірген кезде біздің зал міне осындай болып тұр. Ау жібек. Бисмилля, тойды бастайық. Болсын деп алла жақмаған, 60 жас құтты болсыншы, босағамыздан аттаған. Рабиғадай әпкем бар, үлкенге ізет көрсетіп, кішінің бетін қақпаған, тектілікке мән беріп, дәстүрмен салтын сақтаған. Бүгінгі тойда сіздермен қауышқаныма мақтанам. Бойымыз туған сабыр боп, тілегіміз қабыл боп, жәннат қамалдан бүргісін, алтындан салған қақпадан. Ассалаумағалейкум абайын, шақырымы атады, дастарханы батал болған, берекелді жанұямыз, Рабиғадай аялы анамыздың 60 жас мерейлі тойына қош келдіңіздер абайын.
Edinin orundağında anağa деген құрмет тамаша әлмен тойымыздың төріне шақырайық шағайындар. Ал той анасының құрметіне қабылдарыңыз сарағайын. Kendini yezli bir götürmezsen Ol soğay babay Ümit kızımızla en kıyın tamaşa gönlümüz sunmadılar. Şakalayın şakay. Anacım özüm kırım ayımda. Aynalayın erkeğe. Gelip jetken törbereke. Tolgan gününüz kutlu bolsun. Den sağlığınız her daim baktı bolsun. Ümit kızdın çürüğü töktü bolup tabıslarınız inşallah söktü bolsun. Bul babırdın, bul ujumdun, bul dostardın Allah'tan suragan kuvanışı kutlu bolsun degimiz keledi. Mene sizdin merili toyunuzun töründe tabıtlan bärimizde bakıttımız goy mimandar. Sonduktan Rabiga äpkemnin bakıt törü kutlu bolsun diye bir kol soğuk koyunuz aş kadırlı tuzkanlar gönderiyor. Ben buna mimandарға ырза болдым. Қайта-қайта қол соққан сайын бір шабытым келіп тұрды. Көп жерде өлең айтпайды дедік. Бүгінгі дөңгелекке туған күніңіз тағы да құтты болсын дегім келеді. Енді сізді 60 жасқа толып дегендерді көз көрмейтін шығар. Мен сізге 60 бере алмаймын әпке. Бірақ әдемі қартаюды деп ойлаймын. Сондықтан әдемі қартайыңыз. 60 деген баяғыда 60-қа келген кісілерді көрсек, бір үлкен боп көрінуші әпке. Өзіңіз де білесіз ғой, міне Құдайға мыңда бір шүкір алтындай ару қызымыз бар екен. Алла қаласа бүгін қолыңызға гүл ұстап тұрсаңыз, алдағы уақытта немере ұстап, шөберенің қолына
May жалаңыз бір қол соқпайық шағайын. Барбайлығы, маңдайындағы жұлдызы, аспандағы құндызы, өсіп отқан ұлғысы дейін. Алла қаласа деп арнайы тілек табыстайын, қалғанымыз. Болсын, сізге өмірде бар жақсылықты тілеймін. Ең бастысы деніңіз сау болсын, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Өстіп алдында күліп ойнап жүре беріңіз. Менің осындай жиналған қауымның, туыс-туғандарыңыздың алдында қазіргідей жадырап, жайнап, күлкі сыйлап жүре беріңіз. Сіздей анамның барына мақтанамын, қуанамын. Өте мықты адамсыз. Негізі біреу келіп маған ең мықты адамды көрсет десе, ұялмастан басымды тік көтеріп сізді көрсетер едім. Себебі осы уақытыма дейін ешкімнің ата-анасына қызықтырмай, ешқашан жоқ деген сөзді айтпай, жоқшылықпен кедейлікті көрсетпей, өзіңіз қанша қиналсаңыз да, осы қызым жесін, ішсін, өссін, елден қакем болмасын деп, елдің алдында қылып өсірдіңіз. Сол үшін сізге алғысым шексіз. Сізде анамның барына Аллаға өте шүкіршілік етем. Деніңіз сау болсын. Ең мықты адам. Әкенің де шешенің де орнын осы күнге дейін білдірмей басып келе жатыр. Сіздің берген тәрбиеңіздің арқасында қазір адал, жақсы жан болып өсіп жатырмын. Сол үшін сізді өте қатты жақсы көремін. Өстіп сіздің күлген жүзіңізбен бірге сіздің 60 қана емес, 70, 80, 90, 100 жастарыңызды да өстіп тойлап жүре берейік. Осындай жиналған қауымның барлығын айтарым, мамамды сыйлап, құрметтеп келіп жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Ауызбіршіліктеріңіз ешқашан жоғалмасын. Өстіп бүгінгі күн күшті өтеді деп ойлаймын. Сізді өте қатты жақсы көремін. Ендізі де қуант, Құдай қаласа. Маманды қуантайын, соны айтамай тұр мамашқа. Дұрыс па? Қол соғайын ағайын. Жақсылық шақырады деген Алла тағала бүгін келген меймандардың қадамын баянды етіп, әрбірінің дұға тілегі қабыл болсын деген ниеттеміз әпке. Енді мына кешті ары қарай жалғастырайық. Мен енді ойлаймын осы сәтте сіздің бауырларыңызды шақырсам ба деп. Себебі Абиғапке туған күніңіз құтты болсын. Әрқашанда өміріңіз бәрінде сәнді болсын. Қызыңыз құтты жайы болсын. Алда тек қуаныш, бақыт, жақсылық болсын. әрбір астаналықтар бөлек сөйлейді, қысқан бәрі деме. Қол соғып қойып, жігіттер кеңсе. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар, құрметті қауым. Әулетте жақсы жерге ұзатып, Құдай қаласа тойға келе берейік. Тойға рахмет, сыйлап келіп отырғандарыңызға. Әр үйде тек қана той болсын, осындай қуанышты күн. Мына кісіге менің кетіп, пакеті қалыңдап екен мына кісі. Сөз берсем, ырзасыздар ма болдым әпше, көке, мейлі аман болайық. Онда бұлай бұлайықшы, сыйлықтан бұрын бірінші суретке түсіп алайық. Өйткені мына алтын тағып. Ал енді, ой, комплект алтын екен Құдай қаласа. Арнайы бриллиант табыстап қойуға рұқсат етіңіздер. Мархабат қанеке табыстап қойыңызшы. Алтындарын табылды, қол сүрметтер табылды, айналайын бауырлар, жасай берсін бауырлар. Миллиардым алтын күміс, бриллиантым қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғашығымсың, ғашығымсың, жұмбағым менің. Көңілде тұрайық, көңілдің ештің түрінде шыққан қадірлі
класстастарға бір сөз берейін деп тұрмын әпке. Себебі класстастар ғой тайбұлдай тек сөзіп әсіресе жездеңіз сосын кейін мына жақта кәптестердің ішінде бір әпше жүреді жаңа сол кісі өзі 3 адам алайын деп тұр да мынаны құдай қылса би жарыс қылайық десе сол 3 кісіге бұйырады мен енді жалпылама барлығына сыйлық бергім келіп тұр әпше сондықтан бүйтейікші сіздің тойыңызда қай стол көңілді екен сол көңілді отырған столға берейік бола ма? Болады. Туысқандарым дейді сіз бүйтесіз бе мына жаққа қарап тұрсыз мына жаққа қарап қойсаңызшы көрейікші ғана келin рас көрейік ана қай стол көңілді бәрі күшті отырды онда бүйтейік сіздің бауырларыңыздан бір көңілді мейман шықсын ортаға иә музыка қайсыңыз шығасыздар Келіңіз. Қайсыңыз? Сарапке ма? Аман болыңыз. Қазақта сөз бар. Әзілің жараса дейді. Атаңмен ойна, ақшаң жоқ болса Рабиғамен ойна. Шабада бар қояйық. Әпке, сіздің құрметіңізге ең көңілді отырған қайсы? Қайсыны? Ойбай! Онда бүйтейік. Мынаны алу үшін бір сұрақ қояйық. Пока әпше мына сыйлық өте ауыр сыйлық. Ең қымбат. Жоқ, қосып жіберемін. Келіңіз. Жоқ, әпше былай ойы қызық болсын. Ақыр дәуін деп жатсыз ғой, мейлі, мұнаны да қосаңызда. Оңай сұрақ қоямын, қиын сұрақ, қайсысы? Оңай. Оңай. Өйткені әйел азаматшалардың барлығы біледі бұл сұрақ. Қалғандарымыз үндемейміз. Айтқан адамды бұдан былай өсекші деп айтамыз. Әпке, сізге сұрақ. Әйелдің ең жақсы көретін асы? Ең жақсы көретін
әпшемнің әділеті зор ғой. Біліп жүріңіз, әйелдің ең жақсы көретін асы еркектің миы. Шапалап отыр, білмесе де мен ешкім. Әпшем! Байырқұмның қыздары сұлу болады, е? Шапалап отыр. Әпше келіңіз. Әпке атыңыз кім? Гаухар әпкеме қол соғып қойыңыздар. Сіздерге де 60 жас құтты болсын әпке. Маған өте қатты ұнап жатсыз. Ана жақта бар ғой, арт қарап емес, бұрылып алып тұрып, кәдімгі шапалап ұрып отқандарыңызға рахмет. Мынау сізге бұйырып тұр екен ғой. Иә, на бар ғой бұның ішінде. На бар ішінде. Бұйырғаны, дұрыс айтасыз. Бұйырғаны дейді. Опа, бедей. Мен бір сұрақ қоям, тапсаңыз тағы біреуін қосып жіберейін. Өйткені қасыңызда отқан құрбылар бар. Бөлісесіз. Қиын сұрақ, оңай сұрақ қайсысы? Любой. Арсан, любой деді ғой. Сіздерге байланысты, онымен күніге айналысасыз. Сұрақ, қазанға не сыймайды? Қазанға не сыймайды? Қақпақ сыймайды. Қазанға не сыймайды? Крышка. Крышкасы. Ой! Әпше. Бұлаңсыз. Бәрін айтып қоймады емес. Класстастарына. Не қылсын әпше? Мен сізге қойған жоқ болды. Не сыймайды екен? Бәрі екен. Шапалап алып қоя. Қақпақ. Класстасымыз көмектесті ма? Бәрі екен. Или тағы бір сұрақ қоям. Тапсаңыз тағы біреуін қосып жіберейін. Әпшем мына жақта тұрыңызшы, сіздің тойыңызда тұрмыз ғой. Мен ана жеңіл көрсем ертең айтады ғой, мына тамадайынан айнап ешкімге жанашымай ма дейді ғой. Рабиғаға жанашымай ма, бәріне сөз бересіз. Қараңыз, сізге тиімді сұрақ. Бамыз деген жыланның қанша түрі бар? 2 түрі шығар, білмеймін. Өздеріңіз жылан? Шапалап алып қояды, онда білмек мүмкін емес, қанша түрі? 65 жыл. Не білдейді, бақсы, қосайтып көріп жатқандайсыз. Мен сізге сұрақ қоймадым өзі. Жыланның қанша түрі бар деп. Мейлі күйлеріне кетпесін, шағатын шақпайды деп күшті болмады таңқысы бар. Жинадыңыз кәдімгі панорғаны болды. Біз 65-тен жаңа бәрін жыламыз деп қойып тағда. Қанша түрі бар деп шапалап ұрайық, әпке, рахмет, өте ақ көңіл кісі екенсіз. Алла разы болсын. Бірден менігі биге шарқылатқан естеп аға атыңыз бұл? Жамболат ағамызға қол соғып қояйық. Сіздердің столдарыңыздағы жаңа мен қай стол көңіл дегенде әдемі қол соғып қошеметтеп отқан және сіздің құрметіңізге мына сыйлық ұсынғым келіп отыр. Әйел азаматтар өте жақсы көреді. Тойдың соңында керек болады негізі. Сұрайды сізден әлі бір сатасыз ба дейді, көресіз демей отыра беріңіз. Жәке, бір ойынға қатысып кетейік, тағы да бір сыйлық алып кетейік. Ер азаматтарға тиісті сұрақ болсын. Қатысасыз ба? Бәрекелді. Сұрақ қоямыз Жәкеге. Қалғандарымыз тыныш отырамыз. Темекіні кім доғанса шекпейді? Қойш. Шекпейтін адам шекпейді. Білетіндер бар ма? Темекіні кім доғанса шекпейді? Ер азаматтарға тиісті. Білу керек. Досына қалдырып қойдым. Мына кісі ермен айтып берді ғой, жоқ? Көндемеді. Не дейтін тоқиды? Шегіп болған адам жеді. Ой, айтайын да? Біліп жүр. Тоқтарыңызда күшті айтып отқан кісі. Не дейтін? Сабырлы адам деп атыр. Рахмет, сабырлықта берің. Бірақ біліп жүріңіздер. Темекіні мұрты бар адамда қанса шекпейді екен. Шапалап ұрып қояйық. Біліп жүрген шапалап ұрып қойыңыздар, дұрыс па?
Мұрчағы, мен сонда да әріптес екенсіз Құдай қаласа. Бәрібір бір кісіге берейін деп тұрсыз ғой. Жолдасыңыз осы жерде бар ма? Ой, жолдасынан ба, кәне ол? Қайсысы дейді? Ой, бәрекелді. Жыланға бер, деп жұбайымызға беріңіз. Если нам скажут ваши поезд ушел, но мы ответим просто, что падать друг друга. И что на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол. Көңіліңізге рахмет, ырзам. Қазақта сөз бар. Адамның мейірімі көзінде болады. Міне. Сұқтанып тұрып жанарың Мынандай торт алған болатынбыз. Қазір осыны мынандайлармен украшать етіп жатырмыз. Güllerini sözge verip Törme oturguzu boyunda Anaşım toyla bugün boyunda Anaşım özüm kılım boyunda Dizgi güllerini sözge verip Törme oturguzu boyunda Dizgi güllerini sözge verip Törme oturguzu boyunda Yakışıklar sözleriniz ana Meyil kulak gözleriniz ana Bizge bakın sığmadınız ana Şanım ana Бұл тортта келген себебіміз алдағы уақытта немере сүйіп шөберенің қолынан май шаласын деп әкелдік иншалла. Осы ықыласыңызды қабыл алыңыз. Ана дұғасы қабыл болады деген ағайын бір әумин деп қол соғып қойыңыздар. Сол күнге куә болайықшы иншалла. Міне торт тәттім екен. Үстері тамақтандырмаса мама тамақ ішпейді. Аман болыңыздар. Онда мына тортты кесіп арнайы дайындап қояйық. Алла бұйыртса көпшілік те дәм алсын. Тойдың ортасы жаттық мен тұрғандай. Ортасы емес, почти под конец түріміз осындай. Жібек те шаршады, мен де шаршадым. Бірақ әлі сөйлеп жатқандар бар. Кейін ол кісі қайнадан келіп жалғастырған еді, қайтып бейді жандырды ғой. Ол кім деп ойлайсыз? Әпше, іштеңе байқаған жоқсыз ба? Бәрі күшті билеп жатырмыз сіз үшін. Бірақ әпше біліп жүріңіз, міне жерде бір кісі бар екен. Ол жүріс бар ғой, керемет билейді, а? Жоқ, бейшін айтпадым, қараңыз, мен кімге барамын? Әпше, көріп алыңыз, бұдан бұдай бар ғой. Міне. Рахмет, өте әдемі билеп атсыз. Өте.
Өйткені Алла Тағала бойымызға күш қуат, аяғымызға күш қуат, көздің нұры бар кезде қуана біл дейді да әпке. Сондықтан көкеме арза болдым. Көкем бір жақтан кетіп бара жатқанда ойладым, көкем қызбай қалады. Шын қызбай қалды. Қайтып керек, қайтып жандырды. Осылай келінді жүрейік. Айналайын тастастан, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімден сақтадым. Айналайын тастастан. Тойдың соңында өзіміз отырып шай ішейік болып жатыр міне. Достар, біз тойымызды аяқтап үйге келдік. Қаншама айлар бойы пландап, қаншама күндер бойы тік тұрып, дайындалып, ұйықтамай өткен, күткен тойымыз бір мезетте өтті де кетті. Аллаға шүкір, біз оны абыроймен атқарып шықтық. Барлығын өзіміздің қалауымыздағыдай, өзіміздің көңілімізден шығатындай қылып өткіздік. Және қонақтардың да барлығын риза қылып жібердік. Мен макияжымды бүгін жасаған Сәуле люкс салоны болатын. Макияжымды да, прическамды да сол салонға сеніп тапсырдым. Сәуле әпкенің қыздары шынымен де топ екен. Шашымды топ-мастер Гүлнұр жасады. Даже өзі таңдап берді, сіздің образыңызға осы шаш үлгісі күшті болады деп. Макияжымды Айғаным қыз жасаған болатын. Енді қараңыздар, той арасында қаншама би, қаншама терлеу болады. Соның барлығына төзіп беріп, құртылмаған образ болып тұр әлі. Қазір мен смывать еткім келіп тұрған жоқ. Тикток түсірсем ба, не істесем екен деп ойланып тұрмын.
Сіздерге менің бүгінгі влогым қалай, қызықты болды ма, тағы не түсірейін, сіздерге не қызықты, өздеріңіздің пікірлеріңізді, идеяларыңызды жазып кетсеңіздер, тойдан не қызық болды, қандай ощущение алдыңыздар, барлығын комментарийда күтемін. Маған подписка жасап, колокольчикті басып, қолдап кетіңіздер. Кстати, менің алғашқы влогым тойдың влогы болғандықтан, анамның туған күні болғандықтан, мен сіздерге тойдан тобықтай деп ең күшті комментарий егесіне сыйлық бергім келіп тұр. Ол сыйлық 5000 теңге көлемі болады. Сол себептен осы видеоны астына күшті сөздер жазып, қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер, және мен сіздердің араларыңыздан таңдап, сол подарокымды беретін боламын. Сіздермен бірге болған менен тағы да видеолар күтіңіздер, сіздермен активны боламын.